Баршаңызға қайырлы күн достар. Бақытты болудың, бақытты адамның 7 құпиясы туралы айтатын боламыз. Бақытты адамның ең басты құпиясы жанының тыныштығы. Бақытты адамның ең басты 7 құпиясы бар. 7 қағиданы мықты ұстанған адамның өмірінде бақыттың есігі айқара ашылмақ. Біріншіден, еркіндік құпиясы. Өзгелер мен туралы не ойлайды деген ой ешқашан сізді мазаламасын. Сіз туралы өзгелердің не ойлайтыны маңызды емес, өйткені әркім өзінше ой түйеді, әркім өзінше қабылдайды, ал олардың барлығына бірдей ұнау мүмкін емес. Екіншіден, шындық құпиясы. Біздің кез келген ойымыз міндетті түрде орындалады. Әрдайым жақсы ойларды ойлауға тырысыңыз. Сіздің әрбір айтқан сөзіңіз ертеңіңізді қалыптастырады. Ойыңызды көңілді сәттермен, жағымды жоспарлармен толтырыңыз. Үшінші, сұлулық құпиясы. Бақытты адамның ең басты құпиясы өзіңізді жақсы көріңіз. Өзіңізді бар болмысыңызбен қабылдап үйреніңіз. Әр адам ең алдымен өзін жақсы көретін болса, өзгелерге де тартымды болмақ. Дене бітіміңіздегі сіз ойлаған кемшілік мүмкін шын мәнінде сіздің артықшылығыңыз шығар. Төртіншіден, достық құпиясы. Өзіңізді және өзгелерді жазғырмаңыз. Айналаңыздағы адамдардың басында не жағдай болғанын білместен, олардың сыртынан тон пішуге әуестенбеңіз. Әрдайым көмек қолын созуға, қиын сәттерде жақындарыңыздың жанынан табылуға тырысыңыз. Бесіншіден, махаббат құпиясы. Өзгелерді де сүйе үйреніңіз, айналаңызға сүйіспеншілік сыйлаңыз. Ең басты қағида, сүйіктіңізді өзгертуге тырыспаңыз, өйткені әркім өзінше өмір сүруге құқылы. Алтыншы, байлық құпиясы. Бақытты болу үшін бай болу да маңызды, ал бай болу үшін өзіңіздегі дүниені өзгелермен бөлісе біліңіз. Алу үшін алдымен берікте үйренгеніңіз жөн. Жетінші, бақыт құпиясы. Басқалар үшін ешқашан шешім шығармаңыз. Өмірді көбірек сүйіңіз және де қуаныңыз. Бәріңіз де бақытты болыңыздар.